Круиз кемеде айлықты қалай аламыз? Қайсынан бастап санайын? Доллардан санайын ба? Доллардан санайын. Кішкене жоғары қарай түсірсеңіз, жақынырақ. Жақын келіп түсіріңіз. Көрінбей қалып жүрмесін мына ақшалар. Круиз кемеде айлықты қалай аламыз? Бізге осындай барлығымызға Shipmoney деген карточка жасап берді. Осы жақтан ID-мізді тіркеп өзіміз кіретінбіз, осы жаққа зарплата түседі. Евромен түсетін, бұл жақта енді ақша алу өте қиын болатын, себебі барып банкоматтан шешейін десең, 10%, 15% комиссия ұстайды. 500 евро шығардым қазір. Тағы біреу шығарамыз 500. Shipmoney. Депрессия салады. Ақша бар, короче. Грецияда, что угодно. Ол прям қалтаңды тесіп қояды, былайша айтқанда зарплатаңды алып жатқандықтан. Бұл жақтан және Каспиге жіберуге тырысып көрген кезде Каспиге жіберілмейтін, кейбір балалардікі Каспиге жіберілмей, ақшасын жоғалтып алған балалар болды, яғни ауада қалып қалды дейді, и все. Одан кейін Western Unionға барып, өзің заявканы жазып, Western Union арқылы жібере аласың. Оның өзінде де 1 апта, 2 апта уақыт күтетінбіз. Целом осыны бізге беретін, одан кейін біз жалобы жазып, уже наличныйға ауыстырдық. Солай айлығымды соңғы кездерде алып жүретінмін. Зарплата, короче, түсті. Көрсетпей қойын енді подробности. Ну вот, зарплата түсті. Что-то старый евролар беріледі маған. Ну, ладно. Әр жақтың өзінің системасы бар, әр жақта басқалай, бірақ енді мына карточка виза болғандықтан айлығын шешпей, мысалы Грецияға барғанда, басқа жаққа барғанда тоже төлей беретінбіз. Кеменің, короче, карточкасы бізге берген қазір осымен төлейміз. Кемеде осындай карта бізде. Ал егерден уже үйіңдегілерге ақша жіберем десең, ақша жинаймын десең, ол кезде уже басқалай болады, кішкене қиынырақ болады деген сияқты. Каспиге жинау, Қазақстанға ақша жіберу жағынан кішкене проблема болатын. Ақша санап отқан түсір жеріңіз, Қайсынан бастап санайын? Доллардан санайын ба? Доллардан санайын. Кішкене жоғары қарай түсірсеңіз, жақынырақ. Жақын келіп түсіріңіз. Көрінбей қалып жүрмесін мына ақшалар. Доллар, 100 доллар маған ұнайды, бұл жіңішке кішкентай ғана болады. Уже санап жалып кеттім, машина сатып алса ол керек, машина сатып алу керек. Бүйтіп аласыңдар да міне. Ой, қолмен Санай бересіңдер ғой, короче. В целом осы тіркеліңдер, бұдан бөлек зарплата қанша болады, қанша жасымыз жұмыс қалады да, соның барлығын келесі видеоларда айтатын боламын. Все, давайте.